Егер әрбір тірі ағза жасушалардан тұратын болса, онда олар қалай пайда болады және қалай көбейеді? Жауабы оңай. Барлық жасушалар басқа жасушалардан пайда болады. Жасушаның бөлінуінен жаңа жасушалар туындайды. Жасушалар оңайшылықпен екіге бөліне салмайды. Олардың бөлінуі ерекше кезеңдерден тұрады. Көптеген жасушаларда бұл процесс митоз деп аталады. Митоз нәтижесінде генетикалық тұрғыдан бір-бірінен аумайтын екі жасуша түзіледі. Бұл сіздің денеңізде секунд сайын мыңдаған мәрте қайталанады. Тері жасушаларын ауыстырады, сүйектерді өсіреді және бұлшық еттерді қалпына келтіреді. Жасушаның ядросындағы генетикалық материал тығыздалып, өрілген хромосомалар деп аталатын құрылымдарға ұйымдастырылған. Олар микроскоппен қарағанда ядраның ішіндегі X тәріздес таяқша болып көрінеді. Жасуша бөлінердің алдында хромосомалар өздерінен аумайтын көшірмелерін жасайды. Ядроның айналасындағы жарғақша ыдырап, хромосомалар жасушаның орталығына шоғырланады. Сәйкес көшірмелер жасушаның қарама-қарсы жағына қарай бір-бірінен бөлектенеді. Хромосомалардың айналасында жаңа ядро жарғақшалары түзіліп, оларды жаңа жасуша жарғақшалары қоршау арқылы бір-бірінен аумайтын екі жаңа жасуша түзіледі. Бұл процесс көп жасушалардың өсуі мен қалпына келуін қамтамасыз ету мақсатында әрқашан қайталанып отырады. Бұл негізгі процесс барлық жануарлар мен өсімдіктерде жүреді. Тек жасушаның бір түрі ғана басқа процесс арқылы көбейеді. Ол жыныс жасушалары.